Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіз. Сіздермен Рыскүл. Бүгін сіздерге осындай өте керемет, мамықтай жұмсақ болып шығатын, бетіндегі крошка себілген булочки дайындайтын боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті ертілген сары май, және де тұзымыз қажет, ұнымыз, және де 2 жұмыртқа, жылы сүт, және де осындай дайын бетіне крошка, және де ашытқы, сұйық май, қант қажет болады. Ең алдымен бізге жылы сүтімізге ашытқымызды салып, 3 қасық көлемінде ұнымызды салып, яғни ашытқымыз көтерілгенге дайындалу үшін бөлек қойып қоятын боламыз. Одан кейін бөлек мискамызға жұмыртқа мен қантымызды салып, сұйық майымызды, одан кейін ертілген сары майымызды, тұзымызды барлығын салып, яғни барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін жаңағы дайын тұрған ашытқымызға біртіндеп құйып, ұнымызды біртіндеп салып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеуге кірісетін боламыз. Яғни біздің қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет, қаттығы билемейміз. Осылай басында венчикпен жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін қамырымыз кішкене қоюлана бастаған кезде қолымызбен ары қарай жалғастырып илейтін боламыз. Қамырымыз міне осындай өте жұмсақ болу қажет, көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Крошкамызға сары май, қант және де ұнымызды салып, осылай үгітінді болғанша араластырамыз. Қамырымыз жақсылап көтерілді, енді қолымызды кішкене майлап, осылай 2 бөлікке бөліп, әр бөліктерімізді, яғни бірдей етіп бөліп алатын боламыз. Әр бөліктерімізді осылай қолымызбен бірдей етіп томалақтап аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды жағып, бетіне дайын тұрған крошкамызды сеуіп аламыз. Қызып тұрған духовкамызға 150 градуста 35 минут көлемінде қызарғанша толықтай пісіретін боламыз. Міне біздің өте тез әрі қолжетімді заттардан тұратын булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Және де осы видеоның астында басқа да тегін видеоларды қарап көрулеріңізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Барлықтарыңызға ас болсын.